Сәлеметсіздер ме? Осы парақшаға жазылып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бұл парақшада беріліп жатқан ақпараттың барлығы авторлардан рұқсат алынған. Нәзік әлемнен келген ақпарат. Каспий теңізінде мекен ететін русалкамен әңгіме. Менің есімім Ильян. Каспий теңізінде мекен ететін русалканың бірімін. Адамдарға ақпарат беріп жатқан себебіміз екі әлемді бөліп тұрған перде ашылуда. Бізді көріп жатқан жағдайда өздеріңізге де, бізге де зиян тигізбей дайын болуларыңыз үшін. Біз адам жаралмастан бұрын жаралғанбыз. Сіздер судағы тіршілік иелерінің тек 20%-ын көресіздер. Біздің де өз өміріміз бар. Ежелгі уақытта біз адамдар бізді көретін. Бір-бірімізге көмек беретін едік. Кейіннен адамдарды топастандыру басталған бастап, адамдар бізді аулап, ойыншыққа айналдырды. Және бізде қарап отырмай, теңізге шыққан адамдарды ұрлауға көштік. Кейін бір-бірімізге қауіп төндіргендіктен арамызға перде орнатылды. Бірақ біз оларды әдейі ұрладық. Белгілі бір мөлшердегі ДНК-сы өзгермеген адамдарды сақтап қалдық. Олар әлі де біздің қолымызда тұр. Адамдар бізді жау көріп, толықтай құртпақшы болады. Енді міне адамдар қайта оянуда, және перде де алынуда. Бұрында су адамға өте пайдалы болған. Суға адам батып өлмейтін. Біз құтқарып, жағаға шығаратынбыз. Арамызға перде орнатылғаннан кейін су адамның өмірін алатын үлкен апатқа айналды. Енді теңіздер, өзендер, көлдер адамдарды жұтуын тоқтатады. Бірақ перде толық ашылғаннан кейін әзірге жуып тазаланатын жерлер көп. Қазіргі сіздер таза деп ойлайтын теңіздер, көлдердің барлығы еш таза емес. Қаншама адамның қаны мен жаны қалған судың барлығы соңғы тамшыға дейін ауысады. Иә, бүкіл теңіз суы ауысады. Біз барлық терең суларда бармыз. Әр судан әр суға ауысып жүре береміз. Адамдар да әр жерден әр жерге ауысып жүреді ғой. Дәл солай. Барлық сулар өзара байланысып тұрады. Тек өлі сулар байланыссыз қалады. Сол тек өлі сулар байланыссыз қалды. Сол себептен оны өлі көл, өлі теңіз деген. Әзірге айтарым осы. Рахмет.